Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі жылдам, оңай жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Барлық ингредиент описанияда жазылған. Алдымен бір ыдысқа сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Өте ұзын қылмаңыз, қысқаша қылып өткізсеңіз ыңғайлы болады. Енді осы сәбіздің үстіне бір немесе екі сарымсақты езіп, немесе осындай кішкентай теркадан өткізіп, оның үстіне тұз сеуіп, жақсылап қолмен араластырып, сәбіз жұп-жұмсақ болғанша езіп аламыз. Сосын оның үстіне консервный банкадағы фасольді қосып, және жасыл пиязды ұсақтап турап қосамыз. Енді суда қайнатылған тауық етін осылай қолмен ұзынша етіп, араларын ашып, бөліп турап аламыз. Оны да қосамыз. Енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша үстіне майонез немесе қаймақ қосып, дәміне қарай тұз сеуіп араластырасыз. Осымен біздің өте дәмді, әрі тез, оңай жасалатын салатымыз дайын. Жаңа жылдық дастарханға жасасаңыз да өте әдемі болады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.